Қазақ елінің болашағы қазақ тілінде деген қағиданы Кореяның Хангук университетінің студенттері де қатаң ұстанып келеді. Өйткені қазақ тіліне үйрететін Орталық Азия тілдер кафедрасы осы университетте орналасқан. Ал мынау сол университеттің студенттері. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Маған айтып жібересіздер ме? Мен кафедраға қалай көтерілсем болады? Онға жүріп, баспалдаға көтеріңіз. Енді мына ғимараттың 5-ші қабатта біздің кафедра бар. Рахмет. Біз барсақ, кафедра меңгерушісі Сон Йон Хун қазақ тіліндегі кезекті дәрісін жүргізіп жатыр екен. Бұл кісінің де Құдайберген атты екінші есімі бар. Сондықтан Құдайберген Сон, талантты Құдайберген Сон тілін қазақшаға сындырып қана қоймай, кәріс балаларының да кәресіне жаратуды парыз санаған. Себебі бар. Орыс тілін ғана білсек, осы менің ойымша, осы қазақтарды, Қазақстанды сыртын ғана осы түсінеміз, оқимыз деген ойымдамыз. Сондықтан біздің кафедрада қазақ тілін терең осы кеңінен оқытудың мақсаты сіздерді жақсы білу. Сосын екі елдің арасындағы осы достықты арттыру деген мақсатты қойды. Бұл мақсат туралы сәл кейінірек. Алдымен Ақбота айтпақшы, кәріс бала үшін қазақ тілін үйрену қаншалықты оңай дегенге келейік. Әйтпесе түрлеріміз ұқсағанымен тілдеріміз ұқсайды деп айту қиын ғой. Мен мектепте болған кезде Жапония тілін оқыдым. Мен шетел тілдерін оқуге өте қызық болдым. Орыс тілі қиын, бірақ қазақ тілін ыңғайлы маған. қазақ тілі өте маған ұнайды. қазақ тілі корейс тіліне кішкене көп ұқсағандықтан маған үйренуге қиын болған жоқ. және қазақ тілі өте әдебиет тілі, сондықтан үйренгенде маған ұнады. меніңше қазақ тілі онша қиын емес деп ойлаймын. өйткені қазақ тілі әсіресе грамматика саласында кәріс тілімен салыстырғанда ұқсасы сала өте емес, өте көп. Өздеріне Диана, Дариға және Меруерт деп ат қойысқан Хангук университетінің бұл бойжеткендері бізге қазақшасын сынатып қана қоймай, алдағы мақсат мұраттарын да әңгімеледі. Бірі Ли, бірі кім екендерін ғана емес, болашақ кім екендерін айтып берді. Samsung компанияда әсіресе сауда саласында жүрген бергім келеді. әсіресе қазір 중에 менің естуім бойынша Samsung компания қазір Қазақстан Алматыда 플랜트 비즈니스 қазір жасап жатқан. Қазақстан деген мемлекет бүкіл дүниедегі елдері бәрі ыстық ықыласпен қарап жатыр. Қазақстанда табиғи байлықтары көп, және қазақ үкіметтері бүкіл әлемге ашық жүрекпен қарап жатыр. Сондықтан мен болашақта Қазақстанның арасында қарым-қатынасқа көмек беретін адам болғым келеді.